Сәлем құрметті достар. Бүгінгі видеода біз сіз қоқысқа керек қылмай лақтырып жүрген пияз қабының қайнатпасы қандай ауруға ем бола алатынын айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, пайдалы ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жеу керек деген қағиданы көпшілігіміз білеміз. Ал сіз пияздың қабығының қандай пайдасы бар екенін білесіз бе? Оның емдік қасиеті туралы естіп пе едіңіз? Сізге таңсық тақырып болса, төмендегі жазбаға назар салыңыз. Достар, арнамызда жаңадан шығатын видеолардан қапы қалмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Пияздың қабығы Е, В, С, ПП дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы кератин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі жасартады. Жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады, иммунитетті нығайтады, рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды, аяқ ауруларын емдейді, шаршауды басып қуаттандырады, ағзаны құрттан арылтады, ішек жолдарын реттейді, асқазанның жұмысын жеңілдетеді, мидың қан тамырларын тазалайды, қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамыр жүйесін қуаттандырады, қанның ұюын болдырмайды, жараның тез жазылуына септігін тигізеді, жүрек қағысын реттейді. Пияз қабығы асқазан, ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді, ағзадағы шырышты шығарады, артық сұйықтықтан арылтады, әрі бүйрек ауруының алдын алады. Варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Пияз қабығы инфекциямен күреседі, суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қапыршақтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Ал енді бұлардың бәрін емдеу үшін қалай дайындайды десеңіз, әрі қарай тыңдаңыз. Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішіңіз. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішесіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдаңыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын 2-ден 1 ас қасық бақбақ тамырын және 2-ден 1 ас қасық мыңжапырақ шөбін араластырыңыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мг-нан ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емделу мерзімі 10 күн. Қажалған теріні емдеу. Күстен құтылу үшін пияздың қабығын шыны банкаға салып, ас сіркесін құйыңыз. Банканы пергамент немесе компресстік қағазбен жауып, 2 аптаға қалдырыңыз. Содан соң сіркені төгіп, қабықты құрғатыңыз. Ұйықтар алдында қажалған жердің айналасына вазелин немесе басқа да майлы, теріні жұмсартатын иіс май жағып, қажалған жерге қабықты 2-3 мм болатындай қойып, жүннен тоқылған шұлық киіп алыңыз. Таңертең аяқты булауға салып, ақырындап қажалған теріні алып тастау керек. Бұл әдісті бірнеше рет жасасаңыз, күз кетіп, тері жазылады. Тұмауды емдеу. Пияз қабығы тұмауды оңай жеңеді. Ол үшін қабықты ұсақтап кесіп,
4 ас қасығын қайнаған суға салып, 3-5 минуттай сол судың буымен дем алыңыз. Варикозды емдеу. Венаның түйнеліп кеңеюі жағдайында пияз қабығының тұнбасын 10 күндей қабылдау керек. Ол үшін 2 ас қасық ұсақталған пияз қабығына 100 мг-нан арақ құямыз. Бұл тұнба 1 аптадай тұруы керек. Содан соң сүзгілеп, тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 2-3 рет 20 тамшыдан қабылдап тұру керек. Достар, емді қабылдамас бұрын арнайы дәрігерлермен бір сөйлесіп алғанда дұрыс. Құрметті көрермен, видео ұнаса лайк басып, комментария қалдырыңыз. Әрдайым деніңіз сау, өмір жасыңыз ұзақ болсын.